Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін красный бархат тортын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен айранға қызыл краситель қосып араластырамыз. Енді жұмыртқаға қантты қосып, көлемі 5-6 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Кейін жұмыртқалы массамызға сұйық май мен красительді қосып, массамыз біркелкі болғанша тағы да араластырамыз. Илектен өткізілген ұнға алдын ала какао мен разрыхтительді қосып араластырып, жұмыртқалы массамызға қасықтап қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Қамырымыз дайын болған соң, алдын ала дайындалған пергамент қағазына қамырымызды салып тегістейміз. Қызып тұрған пеште 170 градуста шамамен 7-10 минут пісіреміз. Енді тортымыздың кремін әзірлейміз. Ол үшін творожный сырға сахарный пудра қосып, массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін үстіне салқындатылған 33% сливкиді қосып, қою крем болғанша миксерлейміз. Барлығы дайын болған соң тортымызды жинауға кірісеміз. Тортты кольцода жинаған абзал. Тортымызды видеода көрсетілгендей етіп, алдымен корж, үстінен крем жағып, 3 рет қайталаймыз. Ең соңғы коржды жинаған кезде қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Осымен красный бархат торты дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.